Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі расклатымызды қыздар сіздерге арнайтын боламыз. Қазан айында қандай оқиғалар болады, соны көретін боламыз. Қыздар, тек қана өздеріңізді ойлаңыздар. Қазан айында қандай оқиғалар болады, соны көретін боламыз. Қазан айында сіздерде көбінесе қыздар сіздердің жолдарыңызды жауып тұрған, кедергісін келтіріп тұрған нәрсе болуы мүмкін. Ол бір адам болуы мүмкін, немесе бір обстоятельства болуы мүмкін, бір оқиға, бір жағдай болуы да мүмкін деген сияқты да. Сол себепті бұл жерде сіздер яғни көбінелеріңізде біреуге жаңағыдай пара беру, алу деген сияқты нәрселер түсіп тұр, және де сіздің жолыңыз жабық болуы мүмкін. Өйткені сіздің әрекет жасауыңызға дьяволдың кедергісі, яғни сіз айналаңыздағы болып жатқан нәрселерді көрмеуіңіз мүмкін, сізді алдауы да мүмкін. Одан кейін сізде жаңағыдай интернет желілері арқылы, телефон қоңыраулар арқылы жаңағы бір нәрсені талқылау, жаңа нәрсені талқылау, жаңа информация келуі мүмкін. Яғни сіздің көңіліңізді түсіретін, немесе сіз бір нәрсені бастайын деп жатырсыз, бизнесті ма, жоқ отношенияны ма, соған байланысты, мысалы, ол жігітіңіздің басқа әйелі бар болып шықты, қызы бар болып шықты деген сияқты информацияны біліп, шамалы ашулануыңыз мүмкін. Яғни дьяволдың арбауына түсуіңіз мүмкін деген сияқты нәрсе көрсетіліп тұр бұл жерде. Қазан айында айтып отырмын ғой, сіздің жаныңыздағы жаңағы жағдайыңызды жасап жүрген, керемет дос болып жүрген, белгілі бір ортада сізбен жаңағы жақсы қарым-қатынас жасап жүрген адамдар сіздің жаңағыдай сіздің шын мәнінде жаныңыз ашитын жақсы адамдар болмауы мүмкін. Яғни сізге қулық жасағысы келіп тұратын, сізді алдағысы келіп тұратын, жаңағы шынымен ақ жақсы дос ретінде көрінген адамдар шын мәнінде сіздің сыртыңыздан басқа нәрселер жасап жүрген болуы да мүмкін. Алдап, сіз туралы жаман басқаша өсектер таратып жүруі мүмкін алдағы уақытта. Қазан айында қыздар негізі жақсы жаңалықтар болады деген ойда едім. Өйткені карталар не көрсетіп жатыр, соны айтып жатырмын қыздар. Қандай жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Яғни сіз осы уақытқа дейінгі жаңағы арпалысқан, яғни мен бұл адамға шынымен сезім бар ма жоқ па, бір адамды ұмыта алмай жібере алмай жүрген болсаңыз, онда сол адамға деген сезіміңіз бар ма жоқ па, соны қазан айында яғни білесіз, сезесіз. Мүмкін уақыт өте келе ол адамды ұмыттыңыз, араласпағаныңызға, хабарға шықпағаныңызға 2-3 айдан аса уақыт өтіп кетті, сіз оны яғни ұмыттыңыз, яғни уақыт емші деген сияқты ұмыттыңыз, сезіміңіз басылады, немесе жаңағыдай сезімім жоқ екен деген сияқты нақты шешімге келетіндігіңіз көрсетіліп тұр бұл жерде. Қазан айында белгілі бір нәрседен кетуіңіз мүмкін. Осы уақытқа дейінгі жүрегіңізді жаралаған, қиналған, шешілмеген мәселелеріңіз шешіліп, яғни көзіңіз ашылып, мынандай болу керек екен ғой деген сияқты сондай нәрсеге жететіндігіңіз көрсетіліп тұр бұл жерде. Көбінесе бұл ер азаматқа байланысты болуы да мүмкін. Ер азамат сізге қаржы жағынан көмектеспей жатырған болса, күйеуіңіз немесе жігітіңіз деген сияқты, бұл мен адам емес екен, неге маған бұл қаржы самайды, неге маған вложение салмайды, яғни тек қана қаржы емес, неге көңіл бөлмейді деген сияқты нәрселер де болуы мүмкін бұл жерде. Сол себепті сіздің көзіңіз ашылуы мүмкін, шамалы көңіліңіз қалуы да мүмкін қыздар. Және де кешкі уақыттарда сізге ер адамның хабарға шығатындығы көрсетіліп тұр бұл жерде. Бір жерге шақыру, теңіздің жағасында деген секілді, немесе жаңағы су бар жерлерде, өзен, арналар деген сияқты жерлерде кездесулеріңіз мүмкін бұл жерде көбінесе. Бұл жерде жігіт көбінесе көп күтіп қалуы мүмкін сізге кездесуге. Мүмкін сіздің қолыңыз бос емес болды, немесе кездесуге шынымен жаңағыдай шыға алмай қалдыңыз, яғни қолыңыз босамай қалды, бір тірліктен шығып қалды деген сияқты болуы мүмкін. Және де сіз осы уақытқа дейінгі жаңағыдай бір балалы болуды ойлап отыр болсаңыз да, алдағы уақытта соның шешімін табылатындай бір жаңағыдай
информация білуіңіз мүмкін, естуіңіз мүмкін деген сияқты. Мысалы бір бизнес ашайын деп жатқан болсаңыз, оның ол үшін мынандай жасау керек, ол болмаса болмайды деген сияқты нәрселерді біліп, яғни полезна нәрсені де білетіндігіңіз көрсетіліп тұр. Тағы қазан айында кейбіреулеріңіз отбасылық өмірмен қоштасуларыңыз да мүмкін, екі жаққа кету деген сияқты, немесе кейбіреулеріңіз бұрынғы бывшийларыңыз келуі де мүмкін, өйткені өткен сәттің қарым-қатынасы қайта жандану деген түсіп тұр. Общий расклад болғандықтан қыздар, бұл жерде екі мағынада көрсетіліп тұр, екі энергетикада. Бұрынғыларыңыз келуі мүмкін, кейбіреулеріңізге отбасы қайта құрайық деген сияқты өкініп. Біреулеріңізде жаңағы отбасылық өмірден кетемін, болды ажырасамын деген ойлап отырсаңыз, сол шын мәнінде ажырасып кетулеріңіз мүмкін қыздар. Егер де жеке қаласаңыздар, жеке WhatsApp номермен жазсаңыздар болады. Және де таро картасын мен сияқты ашқыларыңыз келсе, үйретемін, WhatsAppқа жазсаңыздар болады, жеке аштырсаңыздар болады. Қыздар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.